Ассалаумағалейкум, қазақ елі, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды жайыншылық жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Белгілі ақын Мыңбай Раш өмірден өтті. Ақын, сатирик, әдебиеттанушы, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мыңбай Раш қайтыс болды. Белгілі ақын Мыңбай Раш өмірден өтті. Қазақстан Республикасы Жазушылар одағы ақын, сатирик, әдебиеттанушы, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мыңбай Раш қайтыс болды. Бұл туралы Қазақстан Жазушылар одағы хабарлады деп жазады Түркістан.kz. Ол 1930 жылы 19 қазанда Семей облысы Шұбартау ауданының 10 ауылында дүниеге келген. Кезінде Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының тіл және әдебиет факультетін бітірген соң Лениншіл жас, қазіргі жас Алаш газетінде, Ара Шмел журналдарында бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарған. Қазақ КСР кинематография жөніндегі мемлекеттік комитетінде ғылым баспасы мен Қазақстан баспасының бас редакторы, Қазақстан Жазушылары одағында әдеби кеңесшісі болып жемісті еңбек еткен. Тұңғыш өлеңдер жинағы 1955 жылы алғашқы Борозда деген атпен жарыққа шыққан. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеолар ұнаса, подписаться және лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.